Жардам беріп атасың бы? Милдет қылба. Досыңа жардам бердің бі? Айылдашыңа, ағаңа, жиеніңе, қарындашыңа милдет қылба, ыза қылбағын. Мен бар екен жүресің да, мен антып қойдым, мен сені жұмысқа орнаттым. Қылсаң, Алланың разылығы үшін қыл. Бірақ ошонтип милдет қылсаң, қылған соғың еш нәрсе қалмайды. Я айюхаллазина аману ла тубдиру садақатикум бил манни вал аза. О Алланың барлығына билге иман келтірген бенделер, қылған садақаңарды, қайырымдылығыңарды, берген зекетіңерді, жардамыңарды милдет қылып, ыза беруменен жоқ қылып бербегіле дейсіз соғыны. Біреуге үйіне жардам бердің. Біреудің оқуысына жардам бердің. Айылдашың келді, квартирамен жардам бердің. Анам мен сені оқыттым еле, мен анттым еле. Ошо берген ыза беруменен, аға милдет қылуменен, қылған соғыңар бардығы текке келеді.